Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет бауырдан бауыр қуырдағын жасайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай осындай керемет қуырдақ болып шығады. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде ең алғашқылардың бірі болып, менің әрбір шығарған видеомды көретін боласыздар. Бұл тағамды жасау үшін алдыменен бауырды осылайша тазалап аламыз. Жарты сағаттай бауырды холодильникке салып қоямыз. Одан кейін алып сыртындағы пленкасын аламыз. Холодильникте тұрған бауырдан сыртындағы пленкасы оңай алынады. Одан кейін бауырымызды осылайша ұсақтап турап шығамыз. Аса ұсақ қылмаймыз, кішкене ірілеу қылып тураймыз. Бұл тағамның ерекшелігі екі-ақ ингредиенттен жасалады: пияздан және бауырдан. Одан кейінгі ерекшелігі бұл тағамның өте жылдам дайындалуында. Асыққан кезде, тағамды тез дайындауға асыққан кезде осы тағамды жасасаңыздар болады. Әрі бауырды білесіздер, денсаулыққа өте пайдалы. Пиязын өте мол етіп тураймыз. Қазанымызды отқа қойып, майын құйып, қыздырып алғаннан кейін пиязын салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Жаңа айттым ғой, пиязы өте мол болу керек. Сол кезде біздің тағамымыз өте дәмді, керемет болып шығады. Арасында кішкене уақытымыз болған кезде, тағам піскен кезде бетіне себетін ас көгімізді, осылайша көк пиязымызды турап дайындап қоямыз. Мінекей біздің пиязымыз қуырылып жатыр. Қара бұрыш және тұзымызды салып, осылайша жақсылап қуырамыз. Одан кейін пиязымыз қызарып, әдемі болып піскеннен кейін үстіне бауырымызды салып, тағы да қуырамыз. Бауырды білесіздер, аса көп қуырмаймыз. 3 минутта, 4 минутта бауырымыз дайын болып қалады. Бауыр өте жылдам піседі. Одан көп пісіруге болмайды. Егер ұзағынан тұрып қалса, бауыр қатып қалады. Сондықтан да осылайша 3-4 минутта пісіріп аламыз. Бауырымыз пісіп, дайын болып қалған кезде соңына қарай тұзын саламыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Жайпақ табағымызға салып тамағымызды, осылайша енді дастарханға алып бара берсек болады. Пияздарымызды шеңбер етіп турап, бетін безендіреміз, осылайша қойып, және де көк пиязымызды бетіне сеуіп, дастарханға алып барып, тамағымызды жей берсек болады. Мінекей сіздерге біреуін кесіп көрсетейін, өте жұмсақ болып пісті. Егер де сіздерге менің бүгінгі жасаған тағамым ұнаса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.